Құрметті радио тыңдаушылар, сіздерді Салтанат Ермекованың Астана байтақ атты авторлық хабарын тыңдауға шақырамыз. Армысыздар, құрметті радио тыңдаушылар. Ақмола өңірінің саяси және экономикалық дамуы туралы хабарларымыздың топтамасын одан әрі жалғастырамыз. 1954 жылдан бастап Қазақстанның ауыл шаруашылығына бірнеше миллиард сом немесе бүкіл бірнеше 5 жылдықта жұмсалған 4 еседей көп қаржы жұмсалды. Тың игеріліп жатқан өлкеге бүкіл елдің барлық аудандарынан дерлік тәжірибелі механизаторлар, мамандар, қажетті техника, құрылыс материалдары толассыз келіп жатты. Тың игеру бүкіл халықтық сипатқа ие болып, үлкен еңбек ереуілін туғызды. 1954 жылдың май айы қарсаңында Қазақстанның тың өлкелеріне 130 мың адам, ал 1954-55 жылдары 360 мыңнан астам механизатор, құрылысшы, инженер-техник қызметкерлер, ауыл шаруашылық мамандары келді. Москвалықтар тың жерлерде 46 совхоз құрса, оның 40-ы Қазақстанда құрылды. Республика тыңында ленинградтықтар 30-ға жуық, украиндықтар 94, белорусиялықтар 24, грузиялықтар 4, ал Армения мен Азербайжандық өкілдері 3-3-тен совхоз құрды. Прибалтика республикаларындағы ондаған заводтар Қазақстан тыңының заказдарын орындады. Сонымен қатар, сол өлкеде 700-ден астам қазақ мектептері, көптеген қазақ колхоздары жабылды. Осындай жайттардың арқасында нағыз осы арқа өлкелерінде көптеген ұлттық ереуіл уақиғалар болған. Осы күнге шейін мұндай шиеленістер не саяси, не бұқаралық ақпарат құралдарынан ешбір объективтік баға алмаған. Республикалық жер қорын жан-жақты әрі мұқият зерттеуге ғалымдар үлкен үлес қосты. Игерілуге тиісті ұлан-ғайыр далаға ең алдымен ғалымдар, гидротехниктер, жерге орналастырушылар, агрономдар аттанды. Қазақстан территориясының 3-тен 1-не жуығы 100 миллион гектарға жері зерттелді. Тек Қазақ ССР ғылым академиясы ғана 70 комплексті экспедициямен отряд құрып, тың далаға аттандырды. Қазақстан тыңын зерттеп бағалауға республика мамандарымен бірге бүкіл еліміздің маман ғалымдары қатысқан. Олар республиканың 174 ауданын зерттеп, егіндікке жарамды 22,5 миллион гектар жер бар екендігі, ал кейінірек мұндай жерлердің ауданы 30 миллион гектарға жуық екендігі анықталды. Қазақстан тыңы көптеген талантты басшыларды, ауыл шаруашылық өндірісінің тамаша ұйымдастырушыларды, шаруашылық қызметкерлерін, ғалымдарды тәрбиелеп шығарған. Олардың арасында отандасымыз социалистік еңбек ері Жанғалов Баян. Бұл талантты ұйымдастырушының қызметі әр қырлы да мазмұнды. Ол әсіресе Қазақстанда тың және тыңайған жерлерді игеруге зор үлес қосты. Ол жылдары Баян Жанғалов еңбекшілер депутаттары Рузаев аудандық совет атқару комитетінің председателі болып істейтін. Бұл республиканың солтүстігіндегі ұлан байтақ дала игеріліп жатқан кезет. Селеу басқан байтақ даланы игеру шабуылы басталғаннан кейінгі 4 жыл ішінде тек Рузаев ауданының егістік көлемі 6,5 есе көбейді. Бұл жерде ауыл шаруашылығының дәл осылай жедел өркендеуін ешкім ешқашанда білген емес. Мұндай жетістіктерге жету үшін бар күшін, уақытын аямай жұмсайтын, ауыл шаруашылығын жан тәнімен сүйетін Баян Жанғалов сияқты жігерлі де жаңашыл адамдардың еңбегінің арқасында ғана қол жетті. Ауыл шаруашылық өндірісін жақсы біле тұра, ол еш уақытта да қол жеткен жетістікке місе тұтқан емес. Қазіргі заманғы ғылым жетістіктері мен озат тәжірибені ұдайы үйреніп, оны табандылықпен өндіріске енгізіп отырды. Өзіне де, өзгеге де талап қоя білетін Жанғалов барлық саладағы қызметкерлердің мемлекеттік тәртіпті қатаң сақтауын қадағалады. Әрбір шаруашылықтың ауыл шаруашылығы өнімдерін астық, ет, сүт, жүн, тері, былғары өнеркәсіпке керекті басқа да шикізатты өндіру және мемлекетке тапсыру жөніндегі мемлекеттік жоспарлардың орындалуы жолында күнбе-күн батыл күрес жүргізіп отырды.
тың және тыңайған жерді игеруге зор үлес қосқаны және кең көлемде егіннен жоғары өнім алған үшін СССР жоғары советі президиумының 1957 жылғы 11 январдағы указы бойынша Баян Жанғаловқа социалистік еңбек ері атағы берілді. Berrekeli tuğan şer Мәңгіге мекенетіп гүл даланы орнатты құтты жерге мың қалалық шайқалып шапыралып жасы шегіп аққайын балғын тері қалады өміріміз баралап сәт сапар ұрған жер гүлді жайнатындағы берекелі туған жер ұлықтан даңқы туған табысыңа тың жерде бізді биыл табысыңа жер жүзі азаматы айтып елім таң болсын тасындағы табысыңа өміріміз нұрланып сән салтанат құрған жер гүлді жайнатындағы берекелі туған жер гүлді жайнатындағы берекелі туған жер. Осымен хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындағандар саунд дизайнер Шоқан Тоқжолов, хабарды жүргізген Салтанат Ермекова. Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер Астана байтақ хабарын тыңдадыңыздар. Келесі кездескенше